Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз осындай дәмді әрі тәтті әрі бірінші реттен дәмді болып шығатын ажурный блинчики дайындайтын боламыз. Ол үшін айранды сода және разрыхлителмен араластырып реакцияларын күтетін боламыз. Мінекей осылай реакцияға түсетін болады. Одан кейін айранды жақсылап араластырамыз. Видеоны соңына дейін көруді ұмытпаңыздар. Одан соң айранымызға бір дана жұмыртқа салып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін үстіне қант саламыз және оны да жақсылап араластырып аламыз. Одан соң сұйық майымызды құямыз. Бірдей қалыпқа түскенге дейін араластыратын боламыз. Үстіне шым-шым тұз сеуіп аламыз. Енді ситыдан өткізілген ұнды қамырымызға кезек-кезек салып отырамыз. Ұнды бөліп салу керек. Тар видеода көрсетілгендей кішкене бөлігін ғана салып, одан кейін жақсылап араластырып, одан кейін тағы да салып, бір келгі қамыр жасаймыз. Енді үстіне қайнаған су құйып, тезірек жақсылап араластырамыз. Ажурный блинчики шығарудың фишкасы ол сковородка өте қатты қызып тұру керек. Сонда ажурный блинчики бірден шығатын болады. Дәмді әрі тәтті блинчиктеріміз дайын, ас болсын. Отбасыларыңызды осындай тәттілермен қуантып тұруды ұмытпаңыздар. Каналға жазылып, видеоға лайк басып, комментарий жазуды да ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.